Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз терең оқыту. Терең оқыту кейде deep learning. Жасанды интеллект пен машиналық оқытудың бір бағыты. Ол көп қабатты нейрондық желілерді пайдаланып үлкен деректерден күрделі заңдылықтарды үйренуге мүмкіндік береді. Бұл әдіс адамның ми құрылымына ұқсас алгоритмдерге негізделген. Терең оқыту қазіргі заманғы технологиялардың негізінде тұр және көптеген салаларда қолданылады. Бұл лекцияда біз оның негіздері, архитектуралары, функциялары және қолдану салалары туралы талқылаймыз. Терең оқыту бұл машиналық оқытудың ең дамыған бағыты. Ол жасанды нейрондық желілерге негізделген және адам миының жұмыс істеу принципіне модельдейді. Терең оқыту компьютер үлкен көлемдегі деректерді бірнеше қабат нейрондық желілер арқылы өңдеп өздігінен үйрене алады. Қарапайым мысал келтіретін болсақ, бала суреттегі мысықтарды көре-көре олардың қалай көрінетінін үйренеді. Терең оқыту жүйесі де дәл солай. Мысалдар арқылы үйреніп өздігінен белгілерді табады. Терең оқытудың негіздері: жасанды нейрон, биологиялық нейронның қарапайым моделі, кірістер, салмақтар, жинақтау және белсендіру функциялары арқылы жұмыс істейді. Нейрондық желі түрлері: бір қабатты, кіріс пен шығыс қабаттары бар. Көп қабатты, бірнеше жасырын қабаттары бар. Терең нейрондық желі: жасырын қабаттар саны 2-ден көп болғанда терең желі деп аталады. Терең оқытудың тарихына қысқаша үңіле өтсек, 1943 жылдан бастап Макколлок пен Питц алғашқы жасанды нейрон моделін ұсынды. 1958 жылы персептрон моделі ұсынылды. 1980-1990 жылдары нейрондық желілердің дамуы әдісі ашылды. 2006 жылы Джеффри Хинтон Deep Learning ұғымын енгізді. 2010-2020 жылдары GPU арқылы желілердің дамуы AlphaGo, ChatGPT сияқты жүйелер пайда болды. Негізгі архитектураларына келіп тоқталатын болсақ, конволюциялық нейрондық желі кескін және бейне өңдеуге арналған. Қабаттарына келсек, конволюциялық, пулинг, толық байланысқан. Рекурренттік нейрондық желі уақыт тізбекті деректерге, мысалы мәтін мен дыбысқа арналған. Генеративтік модельдеріне келетін болсақ, AutoEncoders және GANs жаңа деректер генерациялау үшін қолданылады. Белсендіру функциялары де осылай жұмыс жасайды. Терең оқыту мен машиналық оқытудың айырмашылықтарына келетін болсақ, деректерді өңдеу, құрылым, дерек көлемі, есептеу қуаты бізде айырмашылық береді екен. Деректерді өңдеу кезінде белгілерді адам өзі анықтайды машиналық. Ал терең оқытуда белгілерді автомат өзі анықтайды. Терең оқытудың негізгі элементі жасанды нейрондық желі.
нейрон дегенimiz, жасанды нейрон дегенimiz бұл адам миындағы нейронның қарапайым моделі. Терең оқытудың артықшылықтары мен кемшіліктеріне келетін болсақ, артықшылықтарына бізде үлкен деректермен тиімді жұмыс істейді, күрделі заңдылықтарды анықтайды, жоғары дәлдік көрсетеді, әсіресе бейне, мәтін мен дыбыс салаларында. Кемшіліктеріне келетін болсақ, үлкен есептеу ресурстарын қажет етеді, оқытылуы ұзақ уақыт алады, түсіндірілуі қиын, қара жәшік моделі. Терең оқытудың қолдану салалары: дыбысты тану, мәтінді дауыстан тану технологиялары. Келесі кезекте кескінді өңдеу және тану, бейнелер мен суреттерді автоматты түрде талдау. Үшінші кезекте табиғи тілді өңдеу, мәтіндерді түсіну және генерациялау. Төртінші кезекте автономды көлік және медицина, өзін өзі басқаратын көліктер мен диагноз қою жүйелері. Құрметті студенттер, бұл сіздерге үйге бақылау сұрақтары. Терең оқытудың негізгі түрлеріне толық байланысқан желі. Келесі кезекте свертка нейрондық желісі. Үшіншісі рекурренттік нейрондық желі. Төртінші кезекте автоэкондер. Бесінші кезекте генеративті модельдер. Терең оқытуда жиі қолданатын кітапханалар. Тілдеріне келетін болсақ, Python және C++. Терең оқытудың қорытындылай келсек, терең оқыту қазіргі жасанды интеллекттің ең қуатты бағыты. Бұл компьютерлерге адам сияқты көру, есту, түсіну және үйрену қабілеттерін береді. Терең оқыту нейрондық желілерге негізделген үйрену әдісі. Ол машиналық оқытудан күрделірек және қуаттырақ. Кескін, дыбыс, мәтін, бейне сияқты деректерді өңдеуге ең тиімді. Құрметті студенттер, келесі кездескенше сау